жалпы орта білім беру мектебінің 8-ші Г сынып оқушысы Пернебек Дамира Асқатқызы. Менің жетекшім Базарбаева Меруерт Қазбаевна. Біздің бүгінгі ғылыми жобамыздың тақырыбы ай жердің серігі. Жобаның мақсаты ай туралы ғылыми ақпараттарды зерттеу. Жобаның міндеттері берілген тақырып бойынша ақпаратты табу, қажетті әдебиеттерді оқу, қажетті тәжірибелерді жүргізу, айдың көрінетін бөлігінің моделін жасау, ай жерден 4 есе кіші болуы, ай ежелгі заманнан бері адамдардың назарын аударып келеді. Біздің эрамызға дейінгі ғасырда Гиппарх айдың жұлдызды аспандағы мінез-құлқын зерттеп, ай орбитасының жердегі эклиптикаға қатысты келбеуін анықтады. Сонымен қатар бірқатар қозғалыс ерекшелерін анықтады. Ай айналасындағы жерге ең жақын дене болып саналады. Кейінірек Коперник жерді тұғырдан түсіріп, айдың жерді айналып жүрген, бірақ жердің өзі күнді айналып жүргенін түсіндіреді. ақш президенті Джон Кеннеди адамның айға қонуы 1900 жылға дейін болады деп мәлімдеді. Американдық айға ұшу бағдарламасы Аполлон деп аталады. Бірінші қону 1969 жылы 20 шілдеде болды. Соңғысы 1972 жылы желтоқсанда айдың бетіне шыққан алғашқы адам американдық Нил Армстронг, 1969 жылы 21 шілде, екіншісі Эдвин Олдрин, экипажының үшінші мүшесі Майкл Коллинз зымыранында қалды. Осылайша ай адам болған жалғыз аспан денесі. Айда жерге үлгілері жеткізілген алғашқы аспан денесі. Ай жердің жалғыз табиғи серігі және жерге ең жақын аспан денесі. Айда атмосфера жоқ, бұлт жоқ, су да жоқ, тұман да жоқ, аспан да жоқ, таң да жоқ, қараңғы да жоқ. Түн күндіз ауысады, күн түнде бірден ауысады. Жылудан суыққа біртіндеп ауысу жоқ. Айдағы температура қанау нүктесінен планеталық кеңістіктің температурасына дейін бірден төмендейді. Ай аспанында бояу жоқ. Ай үстінде әрқашан қара аспан. Ай аспанындағы жұлдыздар күнде де түнде де жақсы көрінеді. Айдың тұтылуы жыл сайын болып тұратын құбылыс. Кейде 12 айда 2-3 рет қайталанады. Қорытынды, айдың пайда болуы туралы көптеген болжамдар бар. Бірақ ғалымдардың көпшілігі ай көптеген миллиардтаған жылдар бұрынғы орбиталар конвекциялы түрде түйісетін жер планетасы мен Кая планетасының соқтығысуы нәтижесінде пайда болған деген ұстаным ұсынады. Бұған дейін жер бетінде тіршілік болмаған, алып соқтығысының нәтижесінде үлкен мөлшерде шаң мен тау жыныстары пайда болды. Миллиондаған, миллиард тонна, олар миллиардтаған жылдар бойы гравитациялық күштердің әсеріне бір үлкен планетаға жердің табиғи серігінен жасаған.